Meetup Inventor платформасына өз аккаунтымызбен кіргеннен кейін біз бүгін жаңа жоба жасаймыз, яғни хабарлама жіберу. Бұл жобаны хабарлама жіберу жобасын жалпы біз SOS SMS деген тақырыппен алып отырмыз. Өйткені мысалы мектепте әлімжеттік көріп жүрген балалар бірден келіп осындай мен өстіп әлімжеттік көріп жүрмін деп айтпауы да мүмкін. Сол себепті біз осындай қосымша жасадық. Яғни бала телефонына қосымшаны орнатып алғаннан кейін бізде осындай хабарламалар жіберуге болады. Meetup Inventor платформасы екі бөліктен тұрады. Терезесі дизайнер және блог. Дизайнер терезесінде қажетті компоненттерді орналастыру арқылы біз SOS SMS жобасының макетін құрып аламыз. Бұл жерде бізге ең керектілері SOS деген сөз жазылып тұрған жерін атпес, одан кейін хабарлама жазатын терезе, яғни текст батырмасын аламыз. Одан кейін хабарламаны жіберу деген ол кнопка батырмасын аламыз. Одан кейін общение деген жерге кіреміз де, сол жерден текстті аламыз тағы да. Яғни бұл жерде біз SMS жібереміз деген мағынада. Енді осылай бәрін орналастырып алғаннан кейін әр компоненттің қасиеттер терезесін баптап болғаннан кейін блоки бөліміне өтеміз де программалауға көшеміз. Енді блоки бөлігіне кірейік. Осы жерден біз жаңағы хабарлама жіберу жобасын программалаймыз. Осы қосымша іске қосылған кезде бізге телефонымызда мынандай хабарлама көріну керек. Сіз осы қосымша арқылы хабарлама жіберуге қарсысыз ба, келісесіз бе деген, яғни разрешить, не разрешить деген екі батырмасы бар хабарлама шығады, уведомление. Сол жерден біз телефонда разрешить дегенді басамыз. Сол үшін осы кодты бірінші жазып аламыз. Бұл жерде енді біз хабарламаны жөнелту батырмасына код жазамыз, яғни кнопка 1-ге. Бұл жерде біз текст бар ғой, текст батырмасы. Сол жерден хабарлама жазып, одан кейін хабарламаны жөнелту дегенді басқан кезде нақты бір жауапты тұлғаның нөміріне хабарлама баратындай қылып жазамыз. Сол жерде, мына жерде менің нөмірім тұр, бірақ енді сіздер қолданған кезде өздеріңіз өз мекемелеріңіздегі жауапты тұлғаның нөмірін жазып қоюларыңызға болады. Сонда сол мекемедегі қолданушылардың жіберген хабарламалары бір адамға ғана барып түседі. Хабарламаңызды жазып жөнелту батырмасына басқаннан кейін сізге message send деген хабарлама көрінеді. Яғни мына үшінші тұрған кодта соны орындайсыздар. Хабарлама сәтті жіберілсе message send болады. Одан кейін дайын жобаны енді построить бұйрығына басу арқылы бұны құрып аламыз. 100% болғанын күтеміз. 100% болғаннан кейін оны телефонның QR код сканерлейтін бағдарламасы арқылы сканерлап жүктеп аламыз, немесе компьютерге жүктеген соң басқа USB кабель арқылы немесе басқа да жіберу тәсілі арқылы телефоныңызға көшіріп алсаңыз болады.